Büyütіп өмір сүргенше суға кетіп өлгенім жақсы. Ей, бауырым, бұның не? Суға батып өлейін деп тұр. Не болды сонша? Қанның қызына ғашық болып қалдым. Енді қалай жақындап танысуды білмеймін. Сол ма дертің? Таста тазыңды. Екеуіңді мен ақ таныстырайын, жөр. Шын ба? Онда батпай тұрайын. Ей, тоқта! Ей, сен батпайым деп маған өде беріп едің ғой, Қара. Онда неге таста деп айтты? Сен мені қалай қанның қызымен таныстырасың, ол үшін екемізге біраз еңбектену керек. Есіңде болсын, біз басқа ғаламшардан ұшып келдік. Мен қазақша сөйлеймін, ал сен сол сөздерді керісінше айтасың. Ал енді от шашу атқызайық. Ой, не деген керемет? Кімдер от шашып жатыр екен, Мынау не қылған от шамдар? Жүріңдер, көріп келейік. Жүгір, барайық. Міне қызық. Бұндай керемет ғаламатты көрем деп ойлаған емеспін. Мынау не? Кімдер екен? Билеп жатыр ма? Не істеп жатыр? Кімсіңдер? Бұл жерде не істеп жүрсіңдер? Біз басқа ғаламшардан ұшып келдік. Кешіресіз, менің досым қазақша сөйлемейді. Ал біздің тілде онысы сізді көргеніме өте қуаныштымын дегенді білдіреді. Шынында, мен сізді жақсы көремін деп тұр. Бірақ ол керісінше теріс айтты. Менің ханның қыз екенімді білмейтін шығар. Nefsime gayet parak en yüz Laraja nes şaldaya ektasırıp bulur. Dostum bizben şamalı oturup bulay şay içip söylesіз gelmей ма деп сұрап тұр сізден. Мен бәрін түсіндім. Сірә мен басқа ғаламшардың тілін үйреніп алған сияқтымын. Біз сіздермен қуана сөйлесеміз. Шынымен менің арманым орындалып, дүниедегі ең сұлу бойжеткен мен сөйлесе алатын болдым ау. Құрметті қонақтар, дастархан басына төрлетіңдер деп жатыр. Ойбай, бұларың не? Біз шай ішуге осылай отырамыз. Бұл дұрыс емес. Біздерде былай отыру керек. Опа!
Мынау жақсы екен. Осылай отыру керек екенін біз білмедік қой. Ал енді қане алақандарыңды жайыңдар. Ыстық шай құйып берейін. Алақандарыңды жайыңдар. Мен сендерге ыстық шай құйып берейін. Бұл не қылғаның, а? Ол қалай? Кеселерің жоқ па? Кеше деген емені. Біз шайды алақанға Ол дұрыс емес. Шайды кесеге құйып ішу керек. Әйтпесе алақандары күйіп қалады. Міне. Мына заттардың не үшін керек екенін біз білгенде жоқпыз. Амалап мешіз іріп әнес. Оған тұрмай, мына пысық қой өзі. Қап, ұшып кететінің өкінішті. Саған көп ұзамай өз ғаламшарыңа қайтуың керек шығар. Мен қалуыма да болады. Қазақша сөйлейді екенсің ғой. Мен тез үйреніп алдым. Онда үйме қонаққа жүр. Мен сені әкеммен таныстырайын. Әкең бұның басын шауып тастамай ма? Шаппайтын шығар. Тек менің әкемнің алдында сүйуші болма. Ал, қош бол, Алдар. Бәлкім тағы да көрсем. Қош болыңдар. Мен сендерге бақыт тілеймін. Әлемде жоқ бақыт. Ой, астағфиралла. Мынау нағыз ғаламшарлықтар ғой. Бері қарай түсіндір. Бері. Шай ішейік. Тоғызыншы сабақ. Решил как-то Алдар помочь влюбленному Джигиту познакомиться с дочкой хана. Бірде Алдар ғашық болған жігітке ханның қызымен танысуға көмектеспекші болыпты. Переоделись они инопланетянами, поставили юрту инопланетную и стали фейерверки запускать. Басқа планеталықтар боп киініп алып, басқа планеталық киіз үй қойып, от шашу атқызады. Пришла дочка хана с подружками и стала про жизнь инопланетную расспрашивать. Дос қыздарымен бірге ханның қызы келіп, басқа планетадағы өмір туралы сұрай бастайды. Научили девушки инопланетян правильно сидеть и чай из пиал пить. Қыздар басқа планеталықтарға дұрыс отырып, кесемен шай ішуді үйретіпті. Ханской дочке так понравился инопланетный Джигит, что решила она его со своим папой познакомить. Басқа планеталық жігіт ханның қызына ұнағаны сонша, оны әкесімен таныстырмақшы болады.